21 ғасырдың бірінші сынып оқушысы қандай? Бүгінгі қазақстандық бүлдіршін өзіне дейінгі ұрпақтан өзгерек. Ол белсенді, әрі дарынды. Ол ақпараттық технологияларды еркін меңгерген. Өйткені қазіргі ұл қыздарға өз мүмкіндіктерін жетілдіру үшін бар жағдай жасалған. Мектеп табалдырығын жаңадан аттаған балалар әріпте таниды, санайды алады. Мамандардың бұл жағдайға өз жауабы бар. Жас балаларымыздың интеллектуалды жалпы жақсы дамып келе жатыр. Енді оның себебін айтатын болсақ, жалпы осы 21 ғасыр балалары өте ерекше. Өйткені олардың интеллектуалды жаңағы дамуы оның ата-анасына, оның геніне байланысты. 2 жастағы балаларды алатын болсақ, сондай планшет ойындарында, интернетте емін-еркін ешкім үйретпей-ақ өзі былайша айтқанда туыла салып білетіндей секілді, сондай бір таңғалып жатамыз. Емін-еркін ойнап, керек қажетті нәрселердің бәрін ашып жүргізе береді. Олай болса, бірінші сынып оқушысының оқулығы қандай талаптарға сай келу керек? Жоғары технологиялар ғасырында оқулықтар қандай болу қажет? Қазақстан білім және ғылым министрлігінің заманауи оқулықтарға қояр талабы қарапайым және түсінікті. Ведомство оқулықтың көмегімен бала тек оқуды, жазу мен есептеуді ғана емес, мектепте алған білімін практикада қолдана алуын қалайды. В учебнике предоставлен материал, который Оқулықта оқушының тек білімін, ептілігін, икемділігі мен қызығушылықтарын дамытуға бағытталған материалдан бөлек, болашақ өміріне қажетті ойлау қабілетінің жоғары деңгейі, сараптау, жинақтау қасиеттерін дамытатын материал берілген. ему последующей жизненной практики. Аталған талаптарға еліміздегі баспасының көшбасшысы Алматы кітап баспасының оқулықтары толық жауап береді. Оқулықтарды әзірлеушілер бүгінгі бірінші сынып оқушыларының даму деңгейін үнемі назарда ұстайды. Олардың басты мақсаты балаға қазіргі әлемде бейімделуге көмектесу. Алматы кітап баспасы өз оқулықтарына балаға өмір бойы қажет болатын білім көлемін бере алады. Осындай оқулықтар келешекті жақындатып, балдырғандардың танып білуге деген қызығушылығын, білімін тереңдетуге деген құлшынысын арттырады. Алматы кітап баспасының заманауи білімге құмарлығы ол бір. Екіншіден, Алматы кітаптың қызметкерлері сол нәрселерді біліп қана қоймай, олар әр авторға сол нәрсені бергісі келеді, беріп жатады, ұйымдастырып жатады. Содан кейін түрлі әдістемелік қолдау, рухани қолдау немесе ынталандыру шараларын пайдалана отырып, біздің оқулықтарымызды жетілдіруге өте көп жағдай жасайды. Соның арқасында Алматы кітап өзінің миссиясын толыққанды орындап жатқан сияқты. Ол әр жас қазақстандықты жоғары бір деңгейлерге жеткізу, дамыту, әр балаға әлеуметтік лифт беру, яғни өз деңгейінен тағы бір жоғары деңгейге көтеруге ықпал жасайтын көптеген әрекеттер істеп отыр. Ол әрекеттердің көбісін олар авторларға ұйымдастырады. Авторлар сол ниеттерді, сол жақсы ізгі бастамалардың барлығын оқулық беттеріне салады. Енді мен кәміл сенемін, Алматы кітаптың оқулықтарымен пайдаланатын мұғалімдер де, оқушылар да, ата-аналар да баланың өсіп, өніп, өркендегенін көреді. Алматы кітап баспасы оқулықтары жыл сайын Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің жарлығымен білім беру ұйымдардың оқу процесінде қолдануға рұқсат етілген оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендер тізіміне енгізіліп отырады. Себебі еліміздегі ең ірі баспалардың бір ретінде келелі ісімен көзге түсіп, зор беделге ие бола білді. Тәуелсіз Қазақстанда Алматы кітап баспасы балаларға арналған көркем және ғылыми танымдық әдебиеттің 3000-нан астам аталымын шығарып үлгерген. Олардың жалпы таралымы 40 миллионнан асты. Бастысы баспа ісінің көшбасшысы мұнымен тоқтап қалмақ емес. Бүгінгі таңда еліміздегі 30 мектепте жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша дайындалған оқулықтар және оқу құралдарымен жұмыс жүргізілуде. Бұған дейінгі апробацияда сәтті өткен болатын. Оның нәтижесінде Алматы кітап бірнеше пәндер бойынша жеңіске жетті. Олардың ішінде обучение грамоте, орыс тілінде оқытатын мектептер үшін қазақ тілі оқу әдістемелік кешені, қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін русский язык оқу әдістемелік кешені, қазақ, орыс және ұйғыр тілдеріндегі музыка оқу әдістемелік кешені бар. Айтулы баспаның екінші сыныпқа арналған оқулықтары апробацияға енді. Бұдан бөлек Алматы кітап ұстаздарға арналған жылына ондаған семинар мен тренингтер өткізіп тұрады. Баспа оқулықтардың анағұрлым пайдалы болуына мүдделі. Именно издательство Алматы кітап Алматы кітап баспасының арқасында күллі әлемде Қазақстан кітап шығару әлеуетімен танылды. Дәл осы баспаның кітаптары Франкфурт, Пекин сияқты қалаларда өткен халықаралық көрмелерге қойылғанын білемін. Бүгінде Алматы кітап қатыспаған көрме қалмаған шығар. Олардың өнімдері әрдайым сапалы,
әлемдік деңгейге сай дәрежеде ұсынылады. Очень достойны на самом высоком мировом уровне. Бүгінде оқулықтардың сапасы әлеуметтік желілерде ата-аналар мен парламент депутаттары арасында кең талқыға түскен тақырыптардың бірі. Алматы кітап баспасы айтылған сынды назардан тыс қалдырған емес. Баспада оқу құралдарының сапасын арттыру бағытында жүйелі жұмыс жүргізіліп тұрады. Білім және ғылым министрлігімен бірлесе отырып, Алматы кітап баспасы заманауи оқушыға арналған мінсіз оқулық жасап шығару үшін барын салуда. Алматы кітап баспасының жаңа оқулықтарында пассивті ақпарат берілмеген. Біздің оқулықтарымыздың мақсаты баланы дұрыс ойлау, әрекет ету, жасампаз әрі интеллектісі жоғары болуға, берік адамгершілік ұстанымға ие болуға үйрету. Біз баланы қамқорлыққа, мейірімді болуға, әділетсіздікке қарсы тұруға, адал әрі бекзат болуға үйретеміз. Қазақстанның азаматы, патриоты болуға және соған сәйкес әрекет етуге тәрбиелейміз. Дәл осындай қасиеттер жаңа оқулықтардың негізінде жатыр. Алматы кітап баспасының авторлары оқулықтардың санитарлық гигиеналық нормаларына жіті көңіл бөледі. Бұл баспа Қазақстанда алғашқы болып кітаптың жеңіл әрі мықты болуына мүмкіндік беретін интегралды мұқабаны пайдаланған. Сол себепті де мұндай кітаптарды ұзақ қолдануға болады. Алматы кітап баспасының оқулықтары мазмұны және безендірілуі жағынан да жоғары сапаға ие. Мұның бәрі оқулықтың бала үшін тартымды болуын қамтамасыз етеді. Рисунки, иллюстрации очень хорошо. Оқулықтың суреттері мен иллюстрациялары баланы патриоттық тәрбие беруге бағытталған. Балалардың бойында халқымызға, елімізге, мәдениетімізге деген мақтаныш пайда болады. Оқулықтардың артықшылығы да осы. И это, я считаю, очень большой плюс. Алматы кітап баспасы жаңа заманның, үкіметтің оқулықтарға қояр талаптарын нақты түсінеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев сапалы білім беру басты міндет екенін жиі айтатыны баршаға мәлім. Ертеңін ойлайтын, болашағына үмітпен қарайтын көшелі ел ең алдымен ұрпақ тәрбиесіне, шәкірт біліміне ерекше назар аударады. Оқу бағдарламалары сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағытталуы қажет. Бірінші сынып оқушының оқулығы ең бірінші кезекте отансүйгіштік, туған жерге, оның тарихына, салт дәстүріне деген сүйіспеншіліктің іргетасын қалауы тиіс. Дәл осы қасиеттер Алматы кітап баспасы оқулықтарының негізінде жатқанын толық сеніммен айтуға болады. Алматы кітап баспасы Қазақстанның болашағын қалаушы өскелең оқырмандармен бірге жаңа жеңістер мен жаңа белестерге қадам басып келеді.